Ассалаумағалейкум әлеуметтік желі қолданушылар. Бұл Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Көктерек елді мекенінің тұрғынымын. Мен айтайын дегені мынау бізде Сарыағаш ауданымызда Қапланбек елді мекенінде Мақтарал деген кафеміз бар. Мақтарал бар, оның жанынан тағы бір кафе ашылды. Айтайын дегені бұл екі кафеге де мынау істеп жатқан кәсіптеріне Алла тағалам берекесін берсін. Жұмыстарын істей берсін. Енді біздің айтайын дегеніміз сол жерден бір жандан бір жайларды тауып алып, сатып алады ма, бір үлкен қылып автокөлік қоятын жер істеп қойса да. Жаңағыдай көліктерді қойып тастаған, именно сол кафенің алдынан өту проблема да. Жан жақтама машиналарды қойып тастаған, үлкен жүк көліктерін қойып тастайды. Үлкен жүк көліктердің арасынан адам жүгіріп шыққан кезде байқамай қалады адам. Ол жерде итаки өзі 60 деп знак қойып қойған ғой, 60 пен емес, 30 пен 20 мен өтеміз. Себебі постоянно кептелісті. Мысалы, жедел жәрдеміміз бар өтетін. Және де мынау өрт сөндірулер бар. Құдай сақтасын, енді өрт сөндірулерді онда ешкімге басына салмасын. Енді болып қалған жағдайда ана жерде кептелісте тұрып қалады. Мысалы, не бір жағдайлар бар ғой, жаңағыдай жедел жәрдеміміздің ішінде ауыр жағдаймен Шымкентке больницаға кетіп баратқандар болады. Либо болмаса сол жердегі округтағылардан бер қарай алып келу кезінде де қарап отырсақ, енді тұрып қалады машиналар. Әзіргі таңда енді жаңа өзіміздің де автокөлік айдайтын Қазақстанның жігіттері барлығы уже жедел жәрдем келіп жатса, жол беруді беріп жатыр әзір. Бірақ сол жол берейін деп жолды ашып жаңағыдай не қылатын да жол болмай тұрды, барлық жақты қысып тарылып тастаған. Соны мынау ішкі істер бөлімі, аудан әкімі соны амалдап сол жерде шешсек, емін еркін жүретін қылыпты машинаны. Өзі барлық жердің барлығы камера болған екен, әзір барлық машина жайда жүріп қалды. Енді мына ердікі чересчур бұл. Қапланбектен светофордан басталады пробка. Анау неге шығып кеткенше, жаңағы Черняев мостына шығып кеткенше пробка. Бензин расход, газ расход, өзі бензинді, газда бәрі қымбаттап отыр. Бұндай кезде, в общем, мына зорға жүрген, өзі бензин зорға құйып жүрген адамдар да бар ғой енді. Бекерге бензин жағып, сол жерде бензин, қаншама бензині күйіп кетеді. Сол жолдарды амалдап ашсаңыздар, сіздерден өтініш. Жаңағы сол жердегі тұрған машиналарға енді штраф сала берейін десіп, штраф салыңыздар деп айтайын десек, ол да болмайды, ол да халық. Енді машинаны бір стоянка істету керек сол жерге. Жолдың бойына қойдырмау керек, ләжі барынша машинаны. Соны әрекет жасасаңыздар, сіздерден өтініш.